Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Нестаева Ұлбыбек. Бүгін біз гуляш тағамын дайындайтын боламыз. Достар, ең алдымен YouTube каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттардың барлығын мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен қызып тұрған табағымызға сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз кішкене 1-2 минут қызғаннан кейін кубиктап туралған еттерімізді саламыз. Достар, менің YouTube каналымда көптеген тағамдардың, торттардың, пирогтардың рецепттері, тіпті фастфудқа дейін рецепттері бар. Менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Тіпті сіз әлі де пиндоу курсын білмесеңіз, менің YouTube каналымда от, идо сабақтар түсіндірілген, қарап отырсаңыздар болады. Достар, тағамнан тыс әңгімеге қозғалғаным үшін кешірім сұраймын. Етімізді жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне кубиктап туралған пияздарымызды салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне банкаға жабылған салатымызды қосамыз, немесе орнына томат қоссаңыздар да болады. Осы банкаға жабылған салатымызды қоссақ, бізге күшті дәм береді. Егер де банкаға жабылған салат болмаса, томатты пайдалана бересіздер. Одан кейін үстіне суымызды құямыз бір кесе. Біздің суымыз қайнағанша үстін жауып, жай оттыққа қойып қоямыз. Жаңағы құйған бір кесе суымыз қайнап бітейін деп жатқан кезде үстіне екінші кеседегі суымызды құямыз. Жақсылап араластырып, крышкасын жауып қоямыз. Осы екінші кеседегі суымыз қайнап таусатын кезде етіміз пісті деген сөз. Келесі кезекте етіміздің соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған сковородкамызға осылай ұнымызды салып, сәл қызарғанша қуыратын боламыз. Бізде ұн осылай шығуы қажет. Сіздердің ұндарыңыз қатты қызарып кететін болса, соустан күйген дәм шығып кетеді. Ұнымыз қызарғаннан кейін үстіне бір кесе сүтімізді құйып, венчикпен қою болғанша араластырамыз. Одан кейін екінші кесе сүтімізді құйып, дәл видеода көрсетілгендей венчикпен сұйық масса болғанша жақсылап араластырамыз. Етіміз піскеннен кейін осы ұнымызбен жасалған массамызды құйып, жақсылап етпен осы ұн массасын араластырамыз. Біздің уже соустарымыз дайын болуға шақ қалды. Егер де осы соусымыз қою болатын болса, үстіне бір кесе суымыз құйып, сұйық масса шығаруға болады. Осыдан кейін бір рет қайнатып алып қойсаңыздар болады, уже біздің соусымыз дайын. Келесі кезекте картофельный пюремізді дайындайтын боламыз. Ол үшін қайнап тұрған суымызға картоптарымызды жақсылап ашып, жуып, осы қайнап тұрған суымыздың үстіне құямыз. Егер де сіздер мұздай судың үстіне құятын болсаңыздар, сол мұздай су осы картошканың бар витаминмен дәмін алып қояды. Сол үшін де ыстық су болу керек. Ыстық су болса, осы картоптың дәмін өз қалпында сақтап тұрады. Одан кейін үстіне бір үлкен ас қасықпен тұзымызды салып, крышкасын жауып қоямыз. Картоп 35-40 минут қайнап піскеннен кейін қасықтың көмегімен судан осы картоптарымызды сүзіп алатын боламыз. Егер де сіздердің 35-40 минут ішінде картоптарыңыз піспейтін болса, тағы да шамалы қайнатасыздар. Картоп міндетті түрде жақсылап езіліп пісуі қажет. Одан соң пюре жасайтын қасығымызбен толықтай барлық картоптарды езіп аламыз. Үстіне сары майымызды салып, сүтімізді құйып, дәл осы ыстық күйінде тұзымызды салып, жақсылап пюре жасайтын қасығымызбен езіп аламыз. Мінекей біздің сары майымыз, сүтіміз осылай картопымызға бірігуі қажет. Біздің осы сары май мен сүт өте ерекше дәм береді пюремізге. Мінекей уже біздің пюреміз дайын болды. Енді соңғы этап қана қалды. Осы дайын болған пюремізді тарелкаларға орналастырып, бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оформление жасаңыздар болады. Мен сәні мен дәмі үшін укроп пен чесноктың жасыл жапырақтарын майлап турап қойдым. Пюреміз тарелкаға салып, сәндігін жасап болғаннан кейін үстіне етпен жасалған соусымызды құятын боламыз. Мінекей достар, біздің өте дәмді, ерекше гуляшымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
бізге ас болсын. Видеомды бағалап кетіп жазып көріңіздер.